Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге оқушыларды тапсырма орындату барысында өте қызықты бір тапсырманың орындау кезінде қолданылатын интернет ресурсы, яғни Learning Apps. Сіздер тіркеліп алғаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Ол бетте сіздің аты жөніңіз, мына жерде өзіңіздің жасап жатқан барлық тапсырмаларыңыздың жиынтығы тұрады. Мына жерде классыңызды кіргізіп логин пароль алуға да болады, немесе классыңызды кіргізбей-ақ жекелей балаларға жібере салуға да болады. Келесі жаңадан өзіңіз жаттығу тапсырмаларын құрау үшін мына батырмасын басуыңызға болады, немесе все жаттығулар, барлық жаттығулар деген батырманы басу арқылы мына жерге өзіңіздің пәніңізді жазып, басқа әріптесіңіздің жасаған тапсырмасын қолдануыңызға болады. Енді мен сіздерге көрсетейін. Бірінші, бізде мынандай тапсырма берілсе, мен өзімді атын модель деген тақырыпқа бір жұбын табыңыз деген тапсырма құрадық. Оқушыларға осылай жіберіледі. Енді ол қалай істейді? Оқушыларға жібергеннен кейін оқушы бірден алады да бүйтіп тапсырмаларын жүктейді, былай істеп шығады тапсырмаларын. Болды. Дұрыс па қате ме білу үшін жасыл болса, ол дұрыс деген сөз. Осыны басу орындаған кезде бұл сізден бірден мой класс, менің классымның ішінде сақталып тұрады. Қай бала қалай деңгейде, неше рет қате жіберді, неше рет орындағаны барлығы көрініп тұрады. Енді сіз жаңа жаттығу жасау батырмасын басу арқылы құруға да болады, немесе басқа әріптестеріңіздің дайын жасаған тапсырмаларының үстіне үлгісін қойып орындай салуға да болады. Яғни мында менің тапсырмамды бассаңыз, осылай ашылып тұрады, сонда сазат жаттығу упражнениені басасыз, болғаннан кейін өзіңіз басқа атыңызды қоясыз, немесе математика әлемі деген сияқты, мына жерге математика формулалар дұрыстап табыңыздар деген сияқты, жерге математикадан формула қоясыз, квадраттық теңдеуді шешу үшін қай формуланы қолданамыз, жерге суретін қоясыз, мына жерде картинкасын алып компьютердің бетінен бері қарай, жерге қосымша мәліметтерді беріп қоюға болады, жазып мына жерге. Болғаннан кейін басқа еш нәрсе жеріне тиіспеңіз, жерге жарайсың, бір мадақтау, тамаша бір сөздер жазып қойып болады. Соны барып завершить дейсіз. Болғаннан кейін, яғни сіз қайтесіз, осылай болғаннан кейін сохранить дейсіз қайтадан. Ол сіздің өзіңіз тіркеліп кіргеннен кейін сіздің өзіңіздің жинақталған тапсырмаларыңыздың ішіне барып жиналады. Сол жерге барғаннан кейін сіз мына жердегі сілтемелер арқылы жіберуге болады оқушыларға. Бірақ та көбінде мен весь экран деген сілтемені қолданамын. Сонда оқушылар кірген кезде сілтемеге бірден экранға үлкен болып, жақсы болып көрінеді. Сіздерге соны қолдануға кеңес беремін. Бұл бір өте жақсы тапсырмалар. Бұның ішінде көптеген тапсырмалардың үлгілері бар. Міне, мына жерде қызықты, өте оқушыларға өте қызықты. Бұл кроссворд құруға да, пазл құруға, қызықты тапсырмаларды сәйкестендіріп жасауға, жұбын табуға, және балаларды жұппен тапсырма жіберіп қойып, екеуін жарыстыруға да болады. Бір бала, екі бала емес, бір 5 баланы да жарыстыруға болады. Мына жерде өте қызықты тапсырмалардың түрлері осы беріліп тұрған. Осының орнына қойып жасай бересіздер. Өте тамаша, балаға да қызықты, және балалардың орындау барысында өзі сауалнама жүргізген кезде балаларға ең қызықты тапсырма орындау кезінде осы Learning Apps болды. Сіздерге де қолдануға кеңес